күн, құрметті тыңдарман қауым. Бүгін сіздердің назарларыңызға сот орындаушылардың әрекетіне, әрекетсіздігіне дау туғызатын істер санатының шарттарына тоқталғым келіп отыр. Сот орындаушыларының әрекетіне, әрекетсіздігіне шағым жасау атқарушылық іс жүргізудегі сот бақылауының нысаны, оның мақсаты мен атқарушылық іс жүргізу тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғау болып табылады. Осы санаттағы істер бойынша қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес сот орындаушылардың әрекетіне, әрекетсіздігіне шағым атқарушылық іс жүргізудегі қозғауға құқылы. Әкімшілік сотпен көрсетілген санаты бойынша ең көп даулар істері құрайтындары ол алимент берешектерді анықтау бойынша, мәжбүрлеу шараларын қабылдау туралы, тыйым салынған мүлікті сату бойынша, атқарушылық әрекеттер бойынша шағымдарды өндіріп алу болып келеді. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің 136 бабына сәйкес сот орындаушының атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі әрекеттеріне, әрекетсіздіктеріне талап қою, әрекет жасаудан бас тартылған күннен бастап немесе сот орындаушының әрекет жасау уақыты мен орны туралы хабарланбаған өндіріп алушыға немесе борышкерге ол туралы белгілі болған күннен бастап 10 жұмыс күні ішіндегі сотқа беріледі. Іс жүзінде сот орындаушылардың әрекеттеріне борышкерлердің атқарушылық іс жүргізудің мерзімін ұзарту мақсатында тараптардың атқарушылық іс жүргізу материалдарымен уақытылы таныспау себептерімен шағымдануы, осыған байланысты талап қою жағдайлары кездеседі. Сотқа жүгінудің белгіленген мерзімдерін бұза отырып. Әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің 134 бабына сәйкес 7 бөлігінде көрсетілген дәлелді себептермен өткізіп алған талап қою мерзімін сот азаматтық процестік кодексіне солардың нормаларына сай қалпына келтіру мүмкін. Сотқа талап арыз беру мерзімдерін өткізіліп алу себептерін және олардың әкімшілік істі дұрыс шешу үшін маңызды сот алдында тыңдауды тексеріп, сот алдын ала тыңдауында тексеріп түсіндіріледі. Азаматтық процестік кодекстің 126 бабының 2 тармағына сәйкес заңда белгіленген мерзімде сот дәлелді деп таныған себептер бойынша өткізіп алған жағдайда сот қалпына келтіру мүмкін. Бұл ретте өткізіп алған мерзімнің негізділігі жаңағы жол берілетін және тиісті дәлелдермен расталуы тиіс. Және де азаматтық рәсімдік процестік кодексінің 168 бабына сәйкес сот орындаушының әрекетіне, әрекетсіздігіне шағым жасау әкімшілік істер бойынша прокурордың ұсынысы қаулы шығарылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде берілуі мүмкін екендігін хабарлаймыз. Және де шешімнің қабылдаған күні сот актісі жарияланған күн болып табылады. Назарларыңызға рахмет.